Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге дрожжсыз жасалатын дәмі естен кетпестей пирожки жасайтын боламыз. Осындай оңай рецептпен жасалатын пирожкидің түрін жасауды үйренгіңіз келсе, менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар жоғары сұрыпты ұн, су қажет болады, салқын су, тұз қажет болады және де май қажет болады. Мен барлық рецепті төмендегі описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдымен өзімізге қажетті майды осылайынан ұсақтап турап аламыз, немесе үкіштен өткізулеріңізге де болады. Алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды, ұсақтап туралған майымызды салып, қолдың көмегімен крошка жасайтын боламыз. Неке біздің ұнымызда майымыз толықтай еріді, енді оның үстінен тұзымызды, суымызды құйып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып үйлену керек, қатты жұмсақ та емес, қатты да емес. Қамырды пакетке салып 15 минутқа тұндырып қоямыз. Ендігі этап салмасында бізге 3 картоп, 1 жуа қажет болады. Картоптарымызды ыдысымызға осылайынан ұсақтап турап аламыз, себебі картопымыз тез пісу мақсатында. Туралған картоптарымыздың үстіне суымызды, жарты шай қасық тұзымызды салып отқа жібереміз. Ендігі кезек жуамызды дәл видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Табамызға майды құямыз. Мен гхи майын пайдаландым. 1,5 ас қасық гхи майын құйып аламыз. Жай сұйық май қолдансаңыздар да болады. Жаңағы ұсақтап туралған жуамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, баяу отта қуырамыз. Он 15 минутқа тұндырып қойған қамырымызды осылайынан жақсылап қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Сонымен пакетімізге салып, тағы да 10 минутқа тұндырып қоямыз. Мінекей біздің тұндырылған әдемі қамырларымыз дайын болды. Енді қамырымызды жұдырығымыздың көмегімен жаюға осылайынан дайындаймыз. Оқтаудың көмегімен жан-жағын жайып аламыз. Мінекей біздің әдемі жұқа болып жайылған қамырларымыз дайын болды. Дәл мантының қамырын кескендегідей осылайынан дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Кесіп алған жаймамызды осылайынан бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жаңағы қайнатып алған картопымызды, қуырып алған жуамыздың үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып, осылайынан езгіштің көмегімен езіп аламыз. Мінекей бізде осындай пюре сияқты салма дайын болды. Енді кесіп алған жаймамызды видеодағыдай етіп реттеп шығамыз. Реттеп шыққан жайманың үстінен 1 ас қасық салмамызды салып шығамыз. Ендігі кезек пирожкилерімізді түйіп аламыз. Осылайынан вилканың көмегімен түйеміз. Қолмен түйгеннен вилкамен түйген өте ыңғайлы болып келеді. Мінекей біздің вилкамен түйілген әдемі пирожкилеріміз дайын болды. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне түйілген пирожкилерімізді дәл видеодағыдай етіп салып шығамыз. Менде 5 штук пирожки сиді. Егер бұдан да үлкен ыдыстарыңыз бар болса, оны да қолдануға болады.
Мен пирожкиді пісіріп жатырған кезде ас қасықпен үстінен май құйып тұрдым, себебі көтеріліп әдемі болып пісейді екен. Пирожкилерімізді отта көп ұстап қажет емес, кішкене ғана қызарса жеткілікті. Кішкене ғана қызарғаннан соң екінші бетін аударып әдемілеп пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің ауызда еритін пирожкилеріміз дайын болды. Оңай рецептпен жасалынады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Сандуғаш. Бүгін мен сіздермен бірге оңай жасалынатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салат аштыны қатты ұнататындар үшін арналған. Бұл салат болмаса болмайды, біздің үйдің дастарханы жайылмайды. Бізге қажетті заттар орам жапырақ, яғни капуста, қияр, сәбіз, жартылай ашты перец, укроп, помидор өз қалауларыңызша. Алдымен сәбізімізді тісірі күшімізден дәл видеодағыдай өткізіп аламыз. Бізде сәбіздің өте ірі болғаны жақсы, себебі суы шыққан кезде өте әдемі көрінеді салаттың түрі. Қиярымызды да дәл сәбіз сияқты күштен әдемілеп өткізіп аламыз, және де чесногымызды де дәл солайынан өткіземіз. Чеснокты өз қалауларыңызша майдалап турауға да болады. Мен осылайынан үкіштен өткізген ыңғайлы болды. Сол себептен үкіштен өткізіп алдым. Ендігі кезек орам жапырағымызда өзімізге қажетті бөлігін бөліп алып, дәл осылайынан майдалап турап шығамыз. Орам жапырақтың да майда болып туралуы өте маңызды, себебі салатқа ерекше дәм беріп тұрады. Ендігі этап бізде жартылай ашты перецте. Бізге ашты түрі ұнайды, сондықтан мен жартылай ашты перецтің барлығын осылайынан турап шықтым. Егер сіздерге ашты қатты ұнамаса, жартылай ашты перецтің жартысын турасаңыздар да жеткілікті. Маған салаттың суы шығып тұрған түрі ұнайды, сондықтан мен қызанақты қостым. Негізі өз қалауларыңызша қызанақты қоспасаңыздар да болады. Егер қызанақты қосқан түрі ұнайтын болса, осылайынан майдалап турап қосып алыңыздар. Қалауларыңыз бойынша түрлі аскөк түрін қолдануларыңызға болады, яғни кинза, укроп, петрушка деген сияқты. Мен бұл жерде укропты ғана қолдандым. Достар, салаттың түрі ұнап жатырған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді дәміне қарай мен қызыл бұрышты қосамын, бізге ашты түрі ұнағандықтан, және де чемчемнің капустаға арналған заправкасын қосамын. Чемчемнің капустаға арналған заправкасын кез келген магазиннің түрінен алсаңыздар болады. Мен көбіне смол мен магнумнан аламын. Менде салаттың құрамы көп болғандықтан мен 2 заправка түрін қолдандым. Салаттың құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден өздеріңізге қажетті бөлігін азайтып, қажетті бөлігін көбейтіп істеулеріңізге болады. Салатымыздың барлық қоспасын қосып болғаннан соң 2 қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Капустадан жасалған бұл ашты салатымыз кез келген тамақпен үйлеседі. Үйлескенмен қоймай, аппетитіңізді де ашады. Сондықтан сіздерге осындай ашты кез келген тағам түрмен үйлесе беретін салат түрін жасауға кеңес беремін, достар. Мен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк қалдырып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Салатты жақсылап араластырып болғаннан соң 30 минутқа холодильникке салуға кеңес беремін. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі тілі үйретін, іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын балық қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Кез келген балық түрін қолдансаңыздар болады, өздеріңізге ұнаған. Ең алдымен осылайынан балығымыздың сыртын жақсылап тазалап алып, кішкене жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Келесі этап бізде балықты тұздау этабы. Балықты тұздау этабы өте маңызды этаптардың бірі болып табылады, сондықтан жақсылап өздеріңізге ұнайтындай етіп тұздап алыңыздар. Балығымызды тұздап болғаннан соң жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Енді балықтың сұйықтығын дайындаймыз. Балықтың қытырлақ болып шығуының бірден-бір себебі ол біздің газдалған сарыағаш сусынымызда. Ең алдымен ыдысымызға сарыағаш сусынын құйып, електен өткізілген ұнымызды салып, дәміне қарай паприка, бұрыш, тұзымызды сеуіп аламыз. Мен спец түрлерінен паприка мен қара бұрышты ғана қолдандым. Сіздер қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады, егер де аштыны қатты ұнататын болсаңыздар. Барлық спец түрін салып болғаннан соң, осылайынан түйіршік қалмау үшін видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сұйықтық пайда болды. Дайын болған сұйықтығымызға тұздалған балықтарымызды батырып, қызып тұрған майымыздың үстіне біртіндеп салып шығамыз. Майды табамызға көп құюға да, аз құюға да болмайды. Осылайынан балығымыз жартылай бататындай етіп құюымыз қажет. Бізге
сіздерге осылайынан балықты қатты қызартып қуырған ұнайды. Сіздер өз қалауларыңызша қуырсаңыздар болады. Балығымыздың екінші бетінде аударып пісіріп алып, майлық төселген ыдысымызға осылайынан әдемілеп қойып шығамыз. Балықтың астына майлық төсеу ол өте маңызды, себебі балықтың барлық артық майларын өзіне сіңіріп алады. Балықта ағзаға пайдалы витаминдер өте көп. Омега-3, ақуыз, амин қышқылдары, йод, кальций, магний, темір деген сияқты витаминдерге өте бай. Сондықтан аптасына бір рет ас мәзіріңізге қосуға кеңес беремін. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, қазақ тілді осындай кулинарлық YouTube каналымның әрі қарай өсіп, әрі қарай дамуына өздеріңіздің аз да болсын үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лүпіл басып, төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Мінекей біздің іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын балығымыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Байзақова. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге адам ағзасына өте пайдалы 2025-тің хит салатын дайындайтын боламыз. Және де ауызашарға ерекше салаттардың бірі болып табылады. Алдымен қайнатып дайындап қойған қызылшаларымызды осылайынан жіңішке етіп бөліктерге бөліп аламыз. Жіңішке етіп бөлінген қызылшаларымыздың үстінен творожный сырымызды пышақтың көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылайынан жіңішке етіп бетіне жағып шығамыз. Творожный сырды холодильниктен бір жарты сағат алдын шығарып қоятын болсаңыздар, өте жақсы жағылады. Творожный жағылған қызылшаларымызды 15 минутқа холодильникке жібереміз. Келесі кезекте апельсиндерімізді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Мен бұл салатқа листья салата мен рукколаны қолдандым. Руккола мен листья салатаны алдын ала жуып кептіріп алсаңыздар, салаттың көркін ашады. Оның үстінен жарты лимон сығынысын және де оливковое масло немесе жай сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді салатты толықтай жинайтын боламыз. Ортасына салат жапырағын қойып шығамыз осылайынан. Шет-шетіне бөліп алған апельсиндерімізді дәл видеодағыдай әсемдеп қойып шығамыз. Тоңазытқышқа жіберілген қызылшаларымызды дәл видеодағыдай әсемдеп турап шығамыз. Бұл салатты өз қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен осылайынан сәндедім. Енді дайындап алған қызылшадан жасалған слойкаларымызды салаттың бетіне дәл осылайынан әсемдеп қойып шығамыз. Ең соңында мен әсемдік ретінде анарды қолдандым. Мінекей біздің 2025 жылғы хит салатымыз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Жиі қайталана беретін күнделікті бір тағамды жасаудан жалықсаңыз, осы мампар тамағын жасауға кеңес беремін. Ұйғыр халқының ұлттық тағамы өте дәмді, тойымды болып шығатын мампарды дайындаймыз. Алдымен өзімізге қажетті заттарды осылайынан видеодағыдай төрт-бұрыштап турап аламыз. Мен барлық қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдымен қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қызған майдың үстінен етімізді салып, үстінен жуамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. 2 тіс сарымсағымызды салып, болгар бұрышын салып, сәбізімізді, картопымызды, селдері мен помидорымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Бұл тағамда қуырып отыру маңызды, сондықтан әр салманы салған сайын жақсылап қуыруды ұмытпаңыздар. Соңында ұсақтап туралған кинзамызды, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Бір ас қасық томат пастасын қосып, тағы да жақсылап қуырып алып, үстінен салқын суымызды құйып, 1 штук ашты перцімізді, яғни қалампырымызды бүтіндей салып, бетін жауып, баяу отта қайнатамыз.
Ендігі кезек қамырын елейміз. Бір жұмыртқамызға дәміне қарай тұзымызды, суымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне неліктен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр елейміз. Бізде осындай әдемі, қатты, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа тұндырып қоямыз. Сол 15 минуттың ішінде 2 рет қайтара иілін қандыруымыз керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырды жаю этабына келеміз. Қамырды жаю барысында ең басында ұнды көбірек сеуіміз қажет. Дәл видеодағыдай ортасына көп ауырлық салмай, екі шетіне ғана ауырлығымызды салып, қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымыздың соңына келгенде ұнды көп сеппеуге кеңес беремін. Себебі сорпаға салған кезде сорпаның түсін өзгертуі мүмкін. Дәл видеодағыдай оқтауымызға қамырымызды орап, осылайынан екіге бөліп аламыз. Мен тек бір бөлігін ғана қолдандым. Бір бөлігін морозильникке қатырып, басқа кезде қолдансаңыздар болады. Осы бөліктің өзін 4-ке бөліп, 4 бұрыштап қамырымызды турап шығамыз. Мінекей бізде осындай 4 бұрышты әдемі қамырлар пайда болды. Біз оны бөлме температурасында бетін ашық күйінде жарты сағатқа қатырып қоямыз. Қатырылған қамырларымызды қайнап тұрған сорпамыздың үстіне осылайынан біртіндеп салып шығуымыз қажет. Қамырымыздың жартысын салып болғаннан соң осылайынан жақсылап араластырып, екінші бөлігін тағы да біртіндеп салып шығамыз. 4 бұрыштап туралған мампарымызды салып болғаннан соң бетін жауып, баяу отта 10 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің мампарымыз дайын болды, достар. Ең соңында бүтіндей салынған қызыл ашты бұрышымызды алып тастаймыз. Сорпамыз қатты ашты болып кетпеу үшін. Мінекей біздің дәмі тіл үйіретін тойымды ұйғыр халқының ұлттық тағамы мампар тағамымыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаса, видеома лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетіңіз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Сандуғаш. Менімен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен бірге ашытқысыз дайындалатын хачапури дайындайтын боламыз. Ірімшіктегі дәл видеодағыдай созылып тұратын дәмі тіл үйіретін хачапури ауызашар уақытысында дайындап, жақындарыңызды қуантуға кеңес беремін. Осындай шынайы рецепттерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдымен бөлме температурасындағы үстімізге тұзымызды, қантымызды, 2 ас қасық сұйық майымызды және де дәл видеодағыдай 1 ас қасық содаға уксусымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араласып болған сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Ұстаған кезде осылайынан жұмсақ үлпілдек болып тұру керек. Бетін жабық күйінде 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша сырларымызды үккіштен осылайынан майдалап өткіземіз. Дайын болған сырымыздың үстіне дәміне қарай тұз, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сырдан жасалған начинкамызды осылайынан 4 бөлікке бөлеміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыздан бізден 4 хачапури шығады. 4-ке бөлінген хачапуридан осылайынан әдемілеп зуала жасап аламыз. Дайындап қойған зуалаларымызды енді орташа көлемде қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп жайып аламыз. 4-ке бөліп дайындап қойған сырымызды үстінен қойып шығамыз. Дәл видеодағыдай осылайынан түйін жасаймыз. Біз ең маңызды кезеңіне келдік. Оқтаудың көмегімен қамырымызды осылайынан абайлап жайып аламыз.
Жайылып болған қамырымызды баяу отта қызып тұрған табамыздың үстіне қойып, бетін жабық күйінде пісіреміз. Астыңғы жағы қызарған хачапуридің беткі қабаты осылайынан ісіп тұрады. Сол кезде екінші жағын аударып, бетін жабық күйінде тағы да пісіріп аламыз. Дайын болған хачапуридің бетіне міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыздар. Пісіп болған әр хачапуридің бетіне осылайынан май жағып шығамыз. Мінекей біздің дәмді, созылмалы, үлпілдек хачапуриларымыз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Ауызашар уақытысында әр жақыныңызды қуанта жүріңіз. Осындай оригинал рецепттерді көру үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге үлпілдек ауызда еритін творожный пирог дайындауды үйренетін боламыз. Бұл рецептпен барлықтарыңызға міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осындай оригинал рецепттерді көріп тұру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де лүпіл қалдырып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды, қопсытқышымызды, бөлме температурасындағы майымызды салып, осындай әдемі крошка жасап шығамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны, шым-шым тұзды, қантты, қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Толық рецепті мен описание бөлімінде қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Дайындаған қоймалжың сұйықтығымызды крошканың үстіне салып, әдемілеп қамыр илейміз. Жақсылап иленгеннен соң бізде осындай әдемі қамыр шығады. Қамырымызды формамызға салып, ортаңғы жағын және де жан жағын қолымызбен дәл видеодағыдай етіп басып, пішінге келтіреміз. Менде форманың диаметрі 26 см. Осылай дәл видеодағыдай пішінге келтіріп, холодильникке 20 минутқа қойып аламыз. Енді бөлек ыдысқа творогымызды, қантымызды, цедрамызды мен апельсиновый цедраны қолдандым. Сүтімізді, ұнымызды, тек жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз араласып болды. Біз творогтың ішінде ірі болып жүргенін ұнатамыз, сондықтан да мен көп араластырған жоқпын. Бөлек ыдысқа жұмыртқамыздың ақуызын миксердің көмегімен жақсылап араластырып, видеодағыдай дайындап қойған сұйықтығымыздың үстіне салып, төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. 180 градусқа 60 минутқа салып аламыз. Піскеннен соң осылайынан бетін кішкене 15 минутқа ашып қоямыз. Себебі пирогтың беті көтеріліп кетпей, өз формасында ұстап тұру үшін. Мінекей біздің ауызда еритін сүзбелі бәлішіміз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.
Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге дымляма тамағын жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге осы тағамды жасауға кеңес беремін. Себебі өте дәмді, ерекше витаминге бай әрі оңай жасалынатын тағамдардың бірі болып табылады. Осындай оңай рецепттер қажет болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттарды мен видеоның астындағы описание бөліміне толықтай қалдыратын боламын. Мен жылқының етін пайдаландым, сіздер сиыр етін пайдалансаңыздар тіптен жақсы болады. Үйіңізде қандай витаминге бай көкөністер бар, соның барлығын қолдана берсеңіздер болады. Ең алдымен осылайынан өзімізге қажетті заттардың барлығын ұсақтап турап аламыз. Мен құйрық майды турадым алдымен. Менде жылқының еті болғандықтан тез пісу мақсатында осылайынан ұсақтап турадым. Сіздерде сиыр еті болса, оны үлкен етіп турай берсеңіздер болады. Келесі этапта жуамызды осылайынан жіңішке етіп турап аламыз. Жуамыз бен чесногымызды бірге қосатын болғандықтан, чесногымызды артынша тураймыз. Келесі көкөністерімізді ірі етіп турай береміз, дәл видеодағыдай. Біз асқабақты қатты жақсы көретін болғандықтан, мен асқабақты да қолдандым. Асқабағымызды да дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Келесі картобымызды турап аламыз. Барлық көкөністерімізді дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Ендігі кезде қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды көптеу етіп құйып, үстінен турап алған етімізді, құйрық майымызды салып жақсылап қуырамыз. Менде жылқының еті болғандықтан қуырдым, ал сіздерде сиырдың еті болса, қуырудың қажеті жоқ. Дәл видеодағыдай турап алған барлық көкөністерімізді салып, үстінен тұзымыз бен бұрышымызды салып отыруды ұмытпаймыз. Ең бірінші сәбізімізді салдым, сәбізіміздің үстінен жуамызды салып, тұз бен бұрышымызды сеуіп, қызанақтың үстінен редканы, оның үстінен тағы да тұз бен бұрышымызды сеуіп, жуамыз бен чесногымызды салып, үстінен ірілеп туралған картоптарымызды салып шығамыз. Тағы да тұз бен бұрыш. Сіздер өздеріңізге ұнайтын спец түрін қолдансаңыздар болады. Мен видеода тек қара бұрышты ғана қолдандым. Ең үстіңгі жағына асқабағымыз бен лавр жапырағын және де қысқа деп сақталған болгарский перцімізді салып, капустамыздың сыртқы бөлігін тазалап алып, осылайынан өзімізге қажетті бөлігін турап аламыз. Көкөністердің барлығын салып жатырған кезде біздің отымыз баяу болу қажет. Мінекей біз дайындап қойған капустамызды осылайынан бетіне жауып шығамыз. Мен соңғы жағында осылайынан ірі қара бұрышты қостым, ол ерекше дәм береді тамаққа. Ендігі етап бір кесе салқын суымызға жарты ас қасық тұзымызды, бір ас қасық томатымызды салып, осылайынан жақсылап араластырып, дайындап қойған тамағымыздың үстіне құямыз. Бетін жауып, баяу отта 1,5 сағат пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді әрі көкөніске бай дымляма тамағымыз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса маған міндетті түрде тіркеліп, видеоға лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге овсянкадан жасалған печенье дайындайтын боламыз. Бұл печенье ағзаға өте пайдалы және тойымды дәмді печеньелердің бірі болып табылады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де осындай дәмді печенье дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де видеоға лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, 40 грамм қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араласып болған сұйықтығымызға 50 грамм қаймақ қосамыз.
шай қасықпен 1 қасық бал қосамыз. 40 грамм ұнымызды жарты шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз осындай сұйық болу керек. 140 грамм овсянкамызды блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Біздің овсянкамыз дәл видеодағыдай болу қажет. Овсянкамызды дайындап қойған сұйықтығымыздың үстіне салып, кез келген жемісті салсаңыздар болады, немесе салмай қойсаңыздар да болады. Мен мұндағы жерде смородинаны қолдандым. Смородинаны салып болғаннан соң барлық сұйықтығымызды жақсылап араластырып, үстіне 1 шай қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Біздің салмамыз дәл видеодағыдай болу керек. Одан сұйық болса, сіздер холодильникке қойып, қатырып алсаңыздар жеткілікті. Салмамыз қолымызға жабыс қалмау үшін қолымызды майлап алып, осылайынан домалақ пішінге келтіріп қойып шығамыз. Осылайынан домалақ пішінге келтіріп болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің овсянкадан жасалынған дәмді әрі пайдалы печеньеміз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Егер менің видеом ұнаса, маған үлпіл қалдырып, комментарий жазып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге 2025 жылы хит болған Орео пирогын жасауды үйренетін боламыз. Осындай оригинал рецепттерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрамын мен описание бөлімінде қалдыратын боламын толықтай. Төмендегі описание бөлімінен қарай аласыздар. Енді бір қайталап кетейін. Құрамын бізге қажетті заттар: Орео печеньесі, қант қажет болады, май, жұмыртқа, қаймақ, кез келген қаймақты қолдана берсеңіздер болады, кукурузный крахмал, какао, разрыхлительное тесто және де ұн қажет болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Достар, менің қолымда таразы жоқ болғандықтан мен термомиксті қолданатын боламын. Сіздер егер үйлеріңізде таразы бар болатын болса, өздеріңіз қолмен илеп, қолмен жасауға да болады бұл пирогты. Ал ендеше кеттік. Let's go!
Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен бірге хрустящий самсаның жасалу сырымен бөлісетін боламын. Бұл рецепті бұрыннан бері қолданып келе жатырмын. Самса қытырлақ, дәмді, хрустящий болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің самсамызға қажетті заттар ұн, салқын су және де тұз. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып алып, оның үстіне тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Араласып болған қоспамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, аз-аздан осылайынан қамыр илейміз. Мінекей біздің иленген қамырымыз осындай болып илену керек, арасы тығыз болып, оның бетін жауып 15 минутқа тұндырамыз. 15 минут өткеннен соң осылайынан тағы да илейміз. Бетін жауып, тағы 15 минут тұндырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз майымызды, арасына жағатын майымызды дайындайтын боламыз. Мен мұндағы жерде қолдың майын пайдаланып жатырмын. Сіздер 82%-тік май қолдансаңыздар да болады. Бұл майды гхи майы деп те айтамыз. Гхи майы ол ағзаға өте пайдалы майлардың бірі болып табылады. Гхи майының дайындалу этаптарын мен видеода толықтай көрсетіп жатырмын. Осылайынан бетіне көбігі шыққанша жай отта қайнатамыз. Ортасында таза май жиналғаны ол біздің майымыздың дайын болғаны деген сөз. Бетіндегі көбігін осылайынан бөлек ыдысқа алып аламыз. Мінекей біздің арасына жағатын майымыз дайын болды. Енді июі қанған қамырымызды алып жайып бастаймыз. Қамырды жаюдың бастапқы кезінде ұнды аямай сеуіміз қажет. Видеода көрсетілгендей ұнды сеуіп, қамырымызды осылайынан үстінен басып шығамыз. Ендігі этап қамырымызды оқтаумен жаю процесі. Яғни қамырымызды жаю барысында достар, екі жағын ғана басамыз, ортасын көп баспауға тырысыңыздар. Сол кезде қамырымыз домалақ, жұқа, әдемі болып жайылатын болады. Мінекей біздің қамырымыз осындай қалыңдықта жайылу қажет, өте жұқа болып. Самсаның қамырына өте жұқа қамыр қажет болғандықтан осылайынан жан-жағын тағы да созып шығатын боламыз. Созып болғаннан соң қолымызға қамырды алып осылайынан бір айналдырып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне ертіп алған майымызды құйып осылайынан жағып шығамыз. Майымызды жағып болғаннан соң қамырымыз созылуға өте ыңғайлы болады. Осылайынан созып шығамыз. Тағы да төртке бүктеп май құямыз үстіне. Видеода көрсетілгендегідей осылайынан қамырымызды тығыздап орап шығамыз. Тығыздалып оралған қамырымызды пакетімізге салып, морозильникке 20 минутқа салып алсаңыздар жеткілікті. Қамырымыз дайын болғанша арасына салатын начинкамызды дәл видеодағыдай осылайынан турап шығамыз. Үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды морозильниктен алып, осылайынан өзімізге ыңғайлы етіп кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп орап, үстін осылайынан басамыз. Бізде осындай қатпарлы қамыр дайын болады. Қамырларымызды дәл видеодағыдай осылайынан біртіндеп жайып шығатын боламыз. Мінекей мен қамырларымыздың жарты бөлігін ғана қолдандым. Начинкасын үстіне салып, түйіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп түйсеңіздер өте ыңғайлы әрі тез болады. Дайын болған самсаларымызды осылайынан біртіндеп табамызға қойып шығамыз.
Самсамыздың хрустящий болуына көмектесетін ол әрине жұмыртқамыздың сарысы, соңғы этабы деуге де болады. Жұмыртқаның сарысын осылайынан бөліп алып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз әділмелеп. Самсаның бетіне кунжут себуімізге болады сәндік ретінде. Осылайынан самсаларымызды 180 градуста 30-40 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, біздің хрустящий дәмі тіл үйіретін самсаларымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге термомиксте осындай үлпілдек дәмді бауырсақтарды дайындауды үйренетін боламыз. Осындай дәмді рецепттерді көргілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен термомикстің таразысын қосып, 300 грамм сүтімізді құйып аламыз. Келесі кезекте бізде дрож 8 граммдай қосып аламыз. 1 ас қасық қант, 2 минутқа 37 градусқа жылдамдық 2-ге қойып араластырып аламыз барлық сұйықтығымызды. Мінекей біздің сұйықтықтарымыз араласып бітті. Оның үстіне 15 грамм майонезімізді саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа, 30 грамм сұйық май, 600 грамм ұнымызды салып аламыз. 3 минутқа қойып, термомиксімізді қамырды илеу деген режимға қоямыз. Мінекей біздің термомиксіміздегі қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ, әдемі, үлпілдек болып үйлену қажет. Қамыр тез көтерілу үшін мен осындай салфан пакеттерге салатын боламын қамырды. Яғни қамырымызды термомикстен алып, жақсылап бетін байлап, жылы жерде жарты сағатқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Мінекей жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай пышный, әдемі болып көтеріледі. Енді үлпілдек бауырсақтарымызды жасауға көшетін боламыз. Ол үшін алдымен осылай астына ұнды себелеп, қамырымызды үстіне қойып, домалатып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізде мінекей 2 зуала қамыр шықты. Мен тек қана 1 зуаласын ғана қолдандым. 1 зуаласының өзі жеткілікті болды бізге. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, оқтауымызбен осылай үйкелеп аламыз. Қамырымызды оқтаумен жайып болғаннан соң кесу этабына көшеміз. Осылайынан 4 бұрышты етіп кесеміз. 4 бұрышты етіп кескен маған ұнайды. Домалақтан қарағанда 4 бұрышты әдемі әрі сәнді көрінеді деп ойлаймын. Кесіп болғаннан соң бауырсақтарымыздың бетін 5 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. Бауырсағымыз дайын болғанша плитамызға табамызды қойып, майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғанша бауырсақтарымызды салатын ыдысын дайындаймыз. Яғни май қатты ақпау үшін астына салфетка қойдым. Бауырсақтарымызды осылайынан біртіндеп салып, асты қызарғанша қызартып аламыз. Мінекей біздің үлпілдек, дәмді әрі түрі әдемі көрінетін бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.